Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Зико Кезет. Достар, біз бүгін ешқандай да ойын ойнамаймыз, себебі біз бүгін ютуберлерге керекті лайфхактарды түсіретін боламыз. Достар, ендеше біз бастайық. Достар, бірінші болып біз шапка таңдасақ. Шапка дегеніміз не? Ол не? Мына бір көздің қоршалып тұрған нәрсе. Дәл осы жерде тұрады. Бұны қалай жасаймыз? Қалай қоямыз? Достар, бұны жасау үшін бізге пиксель лаб керек болады. Және де достар, мына жерде no text деген тұрады. Достар, мына жерде сіздерге қайсы керек таңдайсыздар. Маған мынау ұнады. Сол себепті осыны таңдадым мен. Және де осыны басып, үстін басамыз осыны no text деген. Және де мына жердегі міне. Достар, қазір көрсетемін. Мына жердегі мына қарындашты басамыз. Достар, және де соны басқаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай міне осы қарындашты басатын боламыз. Міне бастық. Мына жерге достар, біз осы жерге өзіміздің каналымыздың атын немесе тағы басқа заттарды істейміз. Мысалға мен Зико дейін. Және де окейді басам. Үлкейтсем болады бұны осылай. Үлкейттім. Және де достар, мен осы жерден енді әрдің өзіме керекті заттарды істесем болады. Достар, мысалға түсін өзгертіп сөйтіп деген сияқтындай. Астына көлеңке жасап мінекей сары етсем болады көлеңкесін. Қара етсек болады. Мен мысалға қызыл етейін. Достар, және де жерде қатты ашық солар бар. Қатты ашық ететін. Мен ашық етем. Және де мынаны да көбейтсек болады, бірақ бұны көбейтсек кішкене бір түрлі болады. Сол себепті 14-ке қоямын мен бұны. Достар, және де мына жерде тағы бір бар. Осыны қоссақ астына осындай бір көлеңке шығады. Мен бұны қоймайын. Себебі бұл компьютерлердікіне күшті көрінеді, ал телефондікіне вообще ұсқынсыз болып тұрады шапкаңыз. Сол үшін оны қосудың қажет жоқ. Міне мына жерде осындай заттар бар. Достар, және де біз қазір бояйық. Мысалы мен қызылға бояйын. Себебі астына көлеңке қызыл болып тұр. Достар, міне боядық. Ал енді достар, мына жерден өзіміздің каналымыздың аты, енді аты емес, шапкада қандай болып тұрады. Мысалға таңдаймыз. Мен мынаны таңдайын ал. Міне достар, қараңыздар. Міне мынаны таңдаймын. Және де соны таңдағаннан кейін міне мына жерде қандай болып тұратыны көрінеді. Мысалға мынаны таңдасам осындай болады. Ал мына амарант болт деген бассам міне осындай. Осы әдемірек көрінеді. Меніңше осыны таңдайын. Мінекей достар, шапкамызды істедіктер. Ал және де істеп болғаннан кейін сразу сохранить етпейміз. Мінекей мына жаққа барамыз да, мына кроп дегенді басамыз. Бұл емес достар. Міне осыны. Және де осы жерден достар 2000 қазір күте тұрыңыздар. Достар, міне 2560 дейміз. Ал мына жаққа 1150 деп жазамыз. Сіздердікі телефон болса. Және де окейді басамыз. Жасап болғаннан кейін міне достар, қараңыздар. Мына жердегі осыны басамыз. Көріп тұрған шығарсыздар. Соны басқаннан кейін мінекей мына астынағысын басамыз. Содан кейін достар, өздеріңіз көріп тұрғандай мына жердегі мына шары дегенді басамыз. Қазір басайық. Не бастық. Және де достар, біздікі осындай болып сохранить етілді. Енді бұны қалай қоямыз? Достар, сохранить етілмеген оны галереядан қараймыз. Міне сохранить етілген. Бірақ та мен
де қазір міне дәл осы тұр YouTube каналымда. Достар, жарайды. Көп созбай біз шапкамызды қалай қоямыз? Соған да жеттік міне. Ол үшін достар, YouTube-қа Chrome арқылы кіреміз. Достар, міне Chrome арқылы кіретін болсақ, осы жерге YouTube деп жасамыз. Ал егер де сізде аккаунтыңыз Google-де болса, YouTube және де .pk деп жазасыздар. Достар, бірақ та Chrome-нан ыңғайлы, себебі мен Google-ден болса қалай істелінетінін ұмытып. Сол себепті Chrome-ға ауыстырыңыз. Достар, міне осы жерге YouTube деп жазамыз. Міне, егер де Google-де болса, міне дәл мынандай етіп жазамыз. Сіздердікі неде болса, Google-де болса. Енді менікі Chrome-да, сол себепті жай ғана YouTube деп жазам. Және де мен бұл жерден жазбаймын. Жай ғана YouTube-де жасасаңыз, достар, мен YouTube-ды міне нәрге сохранить етіп қойғам. Сол себепті мен осы жерде сразу баса салам. Достар, кіргеннен кейін мінекей мына жерде 3 нүкте тұр. Оны көріп тұрған шығарсыздар. Соны басамыз да, міне компьютерге арналған версия деп тұр. Соны қосамыз былай. Сонда міне осындай болып шығады. Бұндай етпесеңіз, сіз қоя алмайсыз өзіңіздің шапкаңызды. Міне осы жерден кейін, достар, өзіміздің каналымызға кіреміз. Міне мына жерде каналымыз тұрады, біз жақындатамыз. Міне каналымыз тұр. Сонысын басамыз және де алыстатамыз. Және де арнаңыз деп тұрады, соны басасыз. Егер де сізде орысша болса, мой канал деп тұруы мүмкін. Енді кіргеннен кейін, достар, мына жерде 2 көк жазу тұрады. Біреу YouTube студия, ал екіншісі арнаны реттеу деп тұрады. Яғни сізде орысша басқаша болып тұрады. Соның бірінші көк тұрғанын басасыз. YouTube студия дегенді баспай қойыңыз. Енді басқаннан кейін осы карандашты басамыз. Міне мына шапкамыздың үстін басамыз. Сіздер де тұмтымайды басасыздар. Және де басқаннан кейін қатып кетті, достар. Міне үстінегін басасыздар. Ой, үстіндегі емес, астынағысын қателесіп кеттім, кешіріңіздер. Және де достар, осы жерде сіздер егер де Pixel Lab жасылмай қалып, немесе сіздерде не болып жатса, яғни жаза алмай жатса, немесе жаза білмесеңіздер, галерея дегенді басасыздар да, ертең өздеріңізге ұнаған фотоны қойсаңыздар болады. Бірақ та мен жасағам, міне сурет және де компьютерден таңдаңыз деп тұрады. Соны басамыз. Достар, мен қалай таңдап жатырмын бұны? Себебі менің де қазір Chrome-да компьютердің версиясы тұр. Достар, мінекей кірсеңіздер, осы жерде қойылатындар сурет деп тұрады, ал қойылмайтындары JPG сурет деп тұрады. Мысалға, менде мынау қойылады. Өзімдікі, міне қайсы деп тұрсаңыздар, міне осы. Және де ең үстінегі жаңа ғана істеген мынау. Достар, бірақ та мен осыны қоям. Қойғаннан кейін өстіп осы жерде загрузка жүреді. Жүргеннен кейін нердің компьютер. Міне компьютер, ноутбукта осылай көрінеді, компьютерде осылай көрінеді, телефонда осылайнан көрінеді, достар. Енді мен таңдау дегенде басам. И бол сақталады. Достар, жарайды. Достар, жарайды. Біз шапкамызды істедік дейік. Бірақ сонда да арнамыз
бір түрлі болып тұрады. Неге? Себебі бізде мінекей осындай негізгі бет, бейнелер, ойнату үдісімі, арналар және де ақпарат деген болмайды. Бұларды біз қалай қоямыз? Ол үшін қайтадан Chrome арқылы YouTube'ға кіреміз. Достар, кіргеннен кейін мына жерде міне настройка тұр. Осы жерде соның үстінен басамыз. Және де достар, міне менде қосық тұр. Достар, мінекей осыны қосатын боламыз, достар. Егер де бұл өшік тұрса, сіздерде ол негізгі бет, видео дегендер болмайды. Сол себепті осыны қосасыздар да, нерден сақтау дегенді басасыздар төменде. Достар, ал енді біз осы жерден алыстамай тұрғанда, достар, да бір сәт айтып кетейін. Достар, шапкамыз бар. Негізгі бет, бейнелер, ойнату түсімі олар да бар. Бірақ та достар, сіздерде деген аватар жоқ болуы мүмкін. Аватар деген ол не зат? Аватар деген ол міне нәрде тұрған осы зат. Достар, бұны қалай қояды? Достар, қалай жасайтынын айта алмаймын сіздерге. Қалай қою керектігін айтайын бірақ. Достар, мінекей өзіміздің каналымызға YouTube'дан кіреміз. Яғни каналымыздың үстінен бір басамыз. Және де арнаңыз деп көп заттар тұрады. Олардың ешқайсысын да баспай, міне нәрдегі көкпен жазылған затты басамыз. Міне қараңыздар. Осыны басатын боламыз біз. Так, басқаннан кейін достар, қараңыздар. Басқаннан кейін осындай жер ашылады. Және де біз соның екіншісін басамыз. Мына жерде мінекей қараңыздар. Осындай болып тұрады. Сіздерде басқаша болып тұрады. Соның үстінен басасыздар. Және де профиль фотосуретін орнату деген басасыздар. Суретке өзіңізді түсіресіз, немесе өзіңіздің галереяңыздан таңдайсыз фотоны. Достар, мінекей. Енді жарайды. Осыдан да қойдық. Қазір күте тұрыңыздар. Достар, сіздер YouTube'ның қара фоны бар екенін білесіздер ма? Оны әлі көп адамдар білмейді. Оны қалай қосамыз? Ол үшін өзіміздің авамызға басамыз. Авамыз ол мына жерде тұрады. Осы жерде тұрады. Соны басамыз. Және де ең астына мінекей мына жерде деген настройка немесе параметрлер деп тұрады. Соны басамыз. Және де жалпы немесе общий деп тұрады. Соны басамыз. Мінекей, ол мына жерде тұрады. Соны басамыз. Содан кейін қараңғы тақырып дегенді қосамыз. Достар, сонда мінекей өйстіп қараңғы болады. Достар, менде қараңғы тақырып деп тұр. Сіздерде черный бірдеңе деп тұруы мүмкін. Достар, енді жарайды. Біз істедік бұның бәрін. Бірақ та біз YouTube каналымызға кірсек, әрбір немізді қараймыз. Мысалға мен соңғы кездері осындай суреттер қойып жүрмін өзімнің бейнеме. Мұны қалай қоямыз? Мысалға, бірақ аяқтарда ондай жоқ. Осы суретті қалай қоямыз біз? Ол үшін біз Play Market'ке кіреміз. Кіргеннен кейін нерге жазамыз. Не деп жазамыз? YouTube
және бөлек студио деп жазамыз. Достар, жазғаннан кейін осыны жаздырып аласыз. Менде бар. Осыны ашамыз. Ашқаннан кейін достар, мына жерде тағы бір зат бар. Сіздің барлық видеоңызды қанша адам көрді 28 күн ішіндегі, немесе және де неше минут көрді соның барлығын. Достар, YouTube сіздің бейнеңізді жалпы кейбір адамдарға көрсетеді. Мысалға, менде қазір көру уақыты, яғни минутым 117, ал көрген сан 126. Сол себепті мен басқа адамдарға шықпайды. Ал егер де көру саны аз болып, көру уақыты көп болса, онда мені басқа да адамдар көреді. Достар, және де видеодан шығып кетпеңіздер. Тағы да төменге түсірсек егер. Достар, қазір көте тұрыңыздар. Осы жерден алыстамай тұрып, осы жерде тағы бір зат айтып кетейін. Мінекей, жаңағы айтқаным көру уақыты және де көру саны. Сода астына тағы көру деп көкпен тұр міне. Соны басамыз, төменге түсіреміз. Достар, мені 71% шашылмай көреді. Ал 27% мені шашыл көріткен подписчиктерім. Соны асайтайық достар. Қанекей, мені жасылмай 71% адамдар көреткен. Так, достар, және де жаңағы менің айтқаным бейнелерге кіреміз. Және де достар, өзімізге керекті бейнемізді аламыз. Мінекей аламыз. Содан кейін мінекей мына жерде қарындашты басамыз. Басқаннан кейін мына жердегі қарындашты басамыз. Содан кейін мына жерден өзімізге керекті суретті таңдаймыз. Таңдағаннан кейін мына таңдау деп тұрады, сол сохранить деп тұрады. Соны басасыздар. Содан кейін YouTube-ға кіріп қарасаңыздар, сіздердің бейнелеріңіз сол сіздер қойған суретпен тұрады. Мысалға, мен Free Fire Тимур сатып алдым дегенде, міне қараңыздар. Осындай болып тұр. Көргендеріңіздей. Және де Free Fire Қазақша челлендж тек қана фамаспен дегенде фамастың суретін қойып қойған. Бұлған суреттерді біз қайдан алуымызға болады? Күте тұрыңыздар. Қайдан аламыз? Ол үшін Chrome'ға кіреміз. Так, қазір кіргеннен кейін кіреміз. Кіргеннен кейін достар, міне жерге жазамыз. Өзімізге керек затты. Мысалға, мен стрелка дейін. Так, және де стрелка дедім міне. Енді қате жазылған болса кешіріңіздер. Мінекей стрелка қате емескен. Мен жазылған жерге қарамай сразу жазам. Енді сразу дегенде қарамай жазам. Мінекей достар, осындай стрелкалар шықты. Достар, біз және де мінекей мынандайларды таңдамаймыз. Бұндайларды таңдасақ, бұл мынандай болып тұрады. Короче, міне осындай жерлер тұрады. YouTube-қа осыны істесек егер. Сол себепті осындайларды таңдаймыз. Мінекей, мысалға, мен мынаны алған болатынмын. Тек қана Тимур дегенде, достар, мінекей осынан сохранить етеміз. Енді сохранить ету үшін не істейміз? Өзімізге керекті суретімізді басамыз. Және де үстінен басып тұрамыз да
жүктеп алу дегенді басамыз. Сілтемедегі деректерді жүктеп алу. Соны басамыз. Басқаннан кейін міне астына жүктеліп жатыр. Міне жүктеліп жатыр, бірақ маған керек емес. Себебі менде бұл бар. Достар, ал енді осымен күте тұрыңыздар. Достар, және де хром арқылы дағы да кіреміз өзіміздің бейнемізге. Бейнемізге емес, YouTube каналымызға. Және де дағы да компьютердің версиямен өзіміздің арнамызға кіреміз. Достар, сіздер мен не айтып отырмын деп ойлауларыңыз мүмкін. Мен сіздерге бейненің соңына өзіңіздің басқа да видеоларыңызды қалай қою керек, немесе подсказканы қалай істейді, соларды көрсетейін деп отырмын. Мінекей осыған кіреміз. Және де арна реттеу дегенді қайтадан басамыз. Және де достар, мұны тыңдап алыңыздар, білмейтін болсаңыздар. Мінекей нәр дегенді басамыз. Бейне менеджер дегенді басқаннан кейін өйстіп загрузка болады. Загрузка аяқталғаннан кейін жалғастырамын. Достар, мінекей загрузка аяқталғаннан кейін сізге осындай бейне ашылады. Өзіңізге керек бейнені таңдайсыз. Міне үстің өйстіп басасыздар да, мына қарындашты басасыздар. Қарындашты басқаннан кейін достар, міне осындай болады. Сіздерге қайсысы керек? Видеоның ең соңында егер де басқа да видеоларыңызды шығарылсын, мынаны басасыздар. Осыны достар. Ал егер де сіздерге подсказка керек болса, осыны басасыздар. Подсказка дегеніміз не? Көрсетейін. Үстің басасыздар. Және де басқаннан кейін мынада подсказка бар енді. Осыда ма біреуіне подсказка бар. Тек қана фамас дегенде ма подсказка бар. Содан көресіздер. Және де достар, мынада бар сияқты. Менің ойымша осыда сияқты, яғни қазір көрсетем подсказка дегенді. Бір рет қана. Достар, менде загрузка болды. Подсказка деген қазір көрсетейін. Не? Ой. Не? Наерден өйстіп шығады осыны. Қазір. Не? Неге достар, қараңыздар. Осынан шығады қазір наерде. Не шықты достар, қараңыздар. Достар, және де соны басамыз. Менде мінекей осы не бар. Достар, енді бейнеміз ұсақ болып кеткен сияқты. Достар, және де осыны да басып жіберейін сіздерге бірдеңе көрсету үшін. Осыда достар. Видеоның ең соңына сіздердің неңіз, яғни видео шығару басқа да. Оны өштерден таңдайсыздар. Бұны өштеріңіз үйрен аласыздар деген ойдамын. Және де достар, көп адам білмейді. Мынау жайлы YouTube'ға кіреміз. Кіргеннен кейін достар, қараңыздар, осындай картинаны және де осындай сторис осы жерге қалай шығу керектігін көп адам білмейді. Бұны қалай Бұны істеу үшін сіздерде бірінші болып 10.000 подписчик жиналу керек. 10.000 подписчик жиналғаннан кейін
мына ертегінің ортасында бір плюс деген болады. Соны басасыздар. Басқаннан кейін астына бір 4 сат шығады мына жерде. Мына жерде бұлайынан 2 сат емес, 4 сат тұратын болады осы жерде. Біреуіне фото қою, біреуіне жаңағындай видеолар түсіру, ал қалған екеуі дәл жаңағы екеуі. Біреуіне мынау және де біреуінде осындай бір фотолар. Достар, енді сіздермен бірге болған мен Сико KZ. Достар, және де арна соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Арнаға тіркелгеннен кейін, достар, қоңырау шанды шерт жіберіңіздер. Осымен біздің видеомыз аяқталды.